25 маусымынан Алматы қаласы колледждерінде тегін оқуға түсуге өтінімдерді қабылдау басталады. Колледжге тегін негізде оқуға түскісі келетін ағымдағы жылдың және өткен жылдардың 9-11 сыныптарының түлектері өтінім бере алады. Өтінімді қалай беру керек? Өтінім kz.bilimалматы.kz порталы арқылы беріледі. Онда сіз нұсқаулықты, сонымен қатар қаланың колледждері мен мамандықтары туралы ақпаратты таба аласыз. Бірінші қадам kz.bilimалматы.kz веб-сайтына тіркелу. Тіркелу бөліміндегі барлық өрістерді толтыру қажет. Толық аты жөні, байланыс мәліметтері, электрондық пошта, жеке сәйкестендіру нөмірі, құпия сөз құрастыру, жеке деректерді өңдеуге келісім беруді белгілеу, тіркелу. Екінші қадам кәсіби диагностикадан өту. Қалауыңыз бойынша кәсіби бағытты анықтау үшін тест тапсыруға болады. Үшінші қадам өтінім беру. Өтінім беру бөліміндегі барлық өрістерді толтыру қажет. Толық аты жөні, білімі, оқыту тілі, жеке сәйкестендіру нөмірі, білім туралы аттестаттың сканерленген нұсқасын қосымшасымен қоса тіркеу қажет. Төртінші қадам мамандық және колледж таңдау. Мамандық пен колледжді таңдау керек. Бірінші жолда сіз үшін ең жоғары басымдылыққа ие колледжді және мамандықты. Төртінші жолда ең аз басымдылыққа ие колледжді және мамандықты таңдағаныңызға назар аударыңыз. Бесінші қадам білім туралы аттестат бойынша бейіндік пәндердің бағаларын толтырыңыз. Алтыншы қадам сіз оқуға қабылдау квотасы бар адамдар санатына жатасыз ба? Егер жауабыңыз жоқ болса, келесі бетке өтіңіз. Егер сіз оқуға түсу кезінде қабылдау квотасы бар адамдар санатына жатсаңыз, я батырмасын таңдаңыз және растайтын құжатты тіркеңіз. Жетінші қадам толтырылған өтініміңіз көрсетіледі. Енгізілген мәліметтердің дұрыстығын тексеріп, өтінім жіберіңіз.